Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді, ерекше, оңай жасалатын печеньенің рецептімен бөлісемін. Қонақ келгенде тез-тез дайындай қоятын, немесе балалар тәтті сұрағанда жасап бере қоятын печенье. Ал ендеше ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, үстінен қант қосып, жақсылап араластырамыз, қантымыз ерігенше. Осы массамыздың үстінен бөлме температурасында тұрған жұмсақ майымызды қосып араластырамыз, біркелкі етіп. Майымызды ерігенше майымыз. Енді осы массамыздың үстін електен өткізіп, какаоны жақсылап жаймен араластырып шығамыз. Біркелкі болғанша. Енді осы біркелкі қамырымыздың үстінен осылай араластырып шығамыз жайлап. Бізде осындай масса дайын болады. Енді осы массамыздың үстінен қопсытқышымызды қосып жайлап, ұнымызды бірден емес, жаймен қасықтың көмегімен қамыр илейміз. Бірден ұн салып жіберуге болмайды, ұнды біртіндеп қосып отырамыз. Басында қасықпен, одан кейін қолмен әдемі осындай пластилин тәрізді жұмсақ, ұн көп қосылмаған қамыр илеп шығамыз да. Бұны 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне, тоңазытқан шыққан қамырымыз осындай жұмсақ болады. Шариктерге бөліп, сахарный пудраға араластырып, осылай етіп формаға противнемізге печенье жасап тізіп шығамыз. Барлық қамырмен осылай жасап шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 20 немесе 30 минутқа, әркімнің пеші әртүрлі, 180 градуста 20 немесе 30 минутқа пісіріп аламыз. Бізде осындай етіп әдемі мрамор сияқты дайын печеньелер болады. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. Осындай жұмсақ печенье. Қазір бөліп көрсетейін сіздерге. Ортасы жұмсақ. Жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.